Сәлеметсіздер ме? Назарларыңызға психологиялық тест. Қай құсты тордан босатар едің? Сіздің ішкі қалауыңыз қандай? Бұл қызықты әрі қысқаша тест сізге өзіңізге де беймәлім қалауларыңызды анықтауға көмектеседі. Сіз нені қалайсыз? Бәлкім бірдеңені өзгертетін кез келген шығар. Сөйтіп, тордан ұшып шығып кету керек шығар. Суретке қарап, осының ішінде сізге ең жағымды, ең ұнамды деген құсты тордан босатыңыз. Бұл жерде берілген құстар тоты құс, қарға, көгершін және шағала. Сонымен бірінші құсты, яғни түрлі түсті тоты құсты тордан босатсаңыз, онда тәуелсіз болуға, өз ойыңызды ашық айтуға ұмтыласыз. Сізге басқалармен көбірек араласқан ұнайды, жаңа ақпараттар алуды ұнатасыз. Сізге бір жақты шартты қарым-қатынас ұнамайды, сөз бостандығын қалайсыз. Екінші, егер де сіз қарғаны босатсаңыз, қарға ол даналықтың символы. Әдетте ол жол серік және жол бастаушы. Сізге уақыт тауып, басқалармен өз тәжірибеңізбен және білімдеріңізбен бөлісу қажет. Сіз өзіңіздің де, басқалардың да сізді лайықты түрде сыйлап, құрметтегендерін қалайсыз. Үшінші құс – көгершін. Сіз бейбітшілік пен махаббатты қалайсыз. Сіз жалпы әлемде, сіздің айналаңызда адамдар арасындағы достық, ауызбіршілік, мейірімділік болғанын қалайсыз. Сіз бұл әлемдегі зұлымдық атаулының жойылып кеткенін қалайсыз. Төртінші, егер сіз шағаланы таңдасаңыз, тәуелсіздікке, еркіндік пен бостандыққа ұмтыласыз. Сіз жағдайдан, қарыздан, міндеттемелерден және тағы да басқа қоғамның ережелерінен бостандық алуды қалайсыз. Сіз осы тілектеріңізге жету үшін бәріне де дайынсыз. Сонымен, қалай достар, сіздерге тест ұнады ма? Егер де ұнаса, онда бізге лайк басып, каналға тіркеле кетіңіз. Сіздермен бірге болған пайдалы психология арнасы. Көріскенше күн жақсы болсын.